Саламатсыздар ма, құрметтілерім? Бүгін біздің видеомыздың тақырыбы бұл әр жанұяның асханасынан табылатын көкөніс, пияз туралы болады. Яғни кейбір жерлерде жуа деп те атайды, ал біз пияз деп осы көкөністің қандай жаңағы көзден жас ағызатын пиязымыздың тағамға дәм кіргізуімен қатар тағы да қандай қасиеттері бар екенін айтып өтеміз. Құрметті көрермендер, біздің каналымыздың 90%-ын каналымызға тіркелмеген оқырмандар мен көрермендер қарайды екен. Сіздерден өтініш, біздің каналымызға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер. Қай жерде болмасын, кез келген заманда пиязды ғажайып пайдалы өсімдік ретінде қабылдап келген. Тіпті ертеде римдіктер мен гректер пиязды жауынгерлерге күш және батылдық беретін әрі жарақатты жазатын шипалы, қасиетті, күшті өсімдік деп есептеген. Олар тіпті пияздың бір түріне жеңімпаз деп те ат қойған екен. Пияз үстеліміздегі беделді көкөністердің бірі. Сонымен қатар көптеген аурулардан сенімді түрде қорғайтын көкөніс. Ол бүкіл организмді қалпына келтірудегі қолжетімді және тиімді құралдардың бірі болып келеді. Ең бастысы, әр түрін дұрыс қолдана білу қажет. Пияздың құрамында түрлі дәруменге бай минералды тұз, органикалық қышқыл, зиянды микробтарға қарсы төтеп беретін мына пиязды тураған кезде біздің көзімізді ашытатын ұшпалы фитонцид деген зат болады. Ол ауадағы ауру тарататын мынау микроб бактериялардың барлығын жояды. Оның сондай қасиеті бар. Сонымен қатар пияздың қанның құрамындағы қантты азайтатын қасиеті де бар. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпалы тамақ өте пайдалы. Бүйрегінде тасы бар сырқаттарға пияздың бір ас қасық сөлін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы болып келеді. Бәз біреулер мұрнынан су ағып, тамағы қызарып, ауырған кезде пияз сөлін тамызып жатады. Бұл дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Себебі қызарып өртіп тұрған сілекей қабығын пияз сөлі одан әрі асқындырып жібереді. Оның орнына пияз сөлін шәйнектегі ыстық суға қосып булап емдеген пайдалы болып келеді. Пияздың емдік қасиеті 15-20 минут сақталатындықтан тезірек пайдаланған абзал. Езілген пиязды сүтке қосып, дәкеге орап, аяқтың мүйізденіп кеткен жеріне басса, қатқан тері нәрленіп жұмсарып шыға келеді. Іріңдеген жараға, ісіген жерге басуға да болады. Пияздың шаштың түсуін тоқтататын да қасиеті бар екен. Пияз сөлін мақтаға тигізіп, бастың құйқасына жағып тұру керек. Сондай-ақ пиязды үккіштен өткізіп, оны басқа жағып, сыртынан орамалмен таңып қойып, 1,5-2 сағаттан соң сумен шашты шайып жуып жіберсе, шаш жылтырап шыға келеді. Апельсин мен лимонға қарағанда пияздың құрамында аскорбин қышқылы көбірек екен. Қазіргі таңда жер жүзінде пияздың 400-ден аса түрі белгілі. Пиязды жылдың кез келген маусымында пайдалануға болады. Дені сау адамға күніне 50 грамм шикі пиязды тұтыну жеткілікті. Үлкен мөлшерде асқазанның шырышты қабатын тітіркендіріп, ауырсыну мен жүрек айнуын тудыруы мүмкін. Қан сұйылтатын дәрілерді қабылдайтын адамдарға көкөністі теріс қолдануға болмайды, өйткені пияз олардың әсерін күшейтіп жібереді. Сіз пияздың адам ағзасына қаншалықты пайдалы екенін білсеңіз, енді осы көкөністі қолдануға болатын қауіптер мен қарсы көрсеткіштер туралы да бір айтып өтейік. Сонымен қарсы көрсеткіштер, яғни шикі пиязды келесі аурулар мен науқастарға, яғни жеуге тыйым салынады. Яғни ол жедел гастрит, асқазан ойық жарасы барлар, 12 ішектің жарасы барлар, метаболикалық бұзылулар, бауыр аурулары және астматиктер деймізді. Жоғарғыда аталған аурулар үшін пиязды шикіде емес, бұқтырылған, пісірілген және қуырылған, бірақ
аз мөлшерде қолдануға болады. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы осындай. Сіздеріңізге қатысты, яғни осы пияздың қандай да тағы да бір жақсы қасиеттері бар болса, комментарийға жаза кетулеріңізді сұранамыз. Видеомызға лайк басып, коммент жазып, арнамызға тіркелулеріңізді сұранамыз.